Құрметті көрермен, біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Және де керемет әннің аясында біздің студиямыздың төріне ордабасылық кәсіпкер Самат Сұлтанов ағамыз келіп жайғасты. Қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Саламатсыздар, қош көрдік. Рахмет, көңіл күйіміз жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Біз де өте жақсымыз, сізді көріп тіптен жақсы болдық. Ал енді өзіңізді кәсіпкер деп жатырмыз. Қандай кәсіппен айналысасыз, соны толығырақ айта кетсеңіз? Енді мен жеке кәсіпкермін. Егіншілік кәсіппен айналысам. Жалпы көкөніс егемін, көкөніс өсіремін. Егістік алқапта да және бір кішігірім жылыжайым бар. Сол жерде де қыстай өнім өндіріп, қияр өсіріп, елге тұтындырып жатырмыз, былайша айтқанда. Енді әуелден бастайықшы, қанша жыл болды атқарып келе жатқаныңызға, ең басында ашқанда қандай кәсіп түрінде аштыңыз? Енді ең басында осыдан 10 шақты жыл бұрын диқаншылықты бастардың алдында мақтан ектім мен ең басында. Ол кезде өзімнің егістік алқабым бар, 2,5 гектардай суармалы жерім бар. Ол жаққа су қиындау болғаннан кейін ауылдағы судың көзі жақсы келетін, су келетін жақсы жерден аренда қалып, сол жерге мақта егіп, әрі өзім қосымша табыс ретінде стройка дейді ғой, құрылыс саласында жұмыс істеп, әйтеуір сондай тіршілікті бастап, осы егіншілікті бастап кеттік. Алғашқы жылыңыз өз өнімін жақсы берді ме? Иә, жақсы, шүкір, Аллаға шүкір. Мақтадан жақсы алдым. Ол жылдары жеріміздің барлығы құнарлы еді. 4 тоннадай мақтадан алып отырдым әр гектарына. Міне сөйтіп қазір көкөніске келіп тоқтадым. Жалпы ішкі өнімді қамтамасыз етіп отырмын дейсіз ғой, ішкі нарық? Енді, иә, өзіміздің ауыл аймақ бар. Ауыл аймақтан артылып жатса, мынау Шымкент қаласындағы оптом дейді ғой, көтерме базарларға апарып та сатып жүріп, қысайға өткізіп, сөйтіп тіршілігіміз жасап жатыр қалада.